Сіздің денсаулығыңызға керемет өте пайдалы. Бұл мына микробұлшықет дейміз. Омыртқаның айналасындағы мойын омыртқа, жауырын омыртқа және бел омыртқаның микробұлшықеттерін жұмыс жасатады. Және жамбастың бұлшықеттің созылғыштығын мықты қылады. Беліңіз ауырып жүрсе, жамбасыңыз ауырып жүрсе, бас ауырып жүрсе, шейня сияқты грудной, мойынаралық, мысалы сколиоз, омыртқаның қисықтығы, жамбасыңызға беріп жүрсе грижа, соған керемет пайдасы мол жаттығу. Бұны кез келген жерде жасауға болады, кез келген жерде отырып жасай бересіз. Кез келген уақытта бұған арнайы қыздырынатын жаттығулар керек емес. Бірден жасай беруіңізге болады. Ендеше бірінші денені тіке ұстадық, сол қолды оң аяқтың жанына аламыз. Алдына емес, жанына аламыз. Саусақтың ұшымен былайынан арттан тіреміз, барынша аяқты бұрамыз. Иекті түсіреміз, иыққа қараймыз 30 секунд. Бүткіл денені, мойынды бұрамыз, иыққа қараймыз. Бүткіл денені 30 секунд бұрамыз. Ендеше бастадық. Керемет. Bir орында тұрмаймыз, соза беру керек, тартыла беру керек. Жібереміз. Керемет. Енді екінші жағын аламыз, міне екінші жанын алдық. Саусақтың ұшымен. Мысалы міне осылай демді алдық, иыққа қарадық. Сосын жібереміз. Содан кейін тыныс алу, дыхание свободно. 30 секунд. Денені босатамыз, бірақ тіке ұстаймыз. Барынша тартамыз. Bir орында тұрмаймыз. Бел, жауыр, мойын омыртқа бәрін тұрамыз. Тыныс алу техникасы, тыныс алу еркін болады. Енді үшінші алақанды тегізіп, бірақ жамбасты көтермейміз. Алақанды тегіземіз, жай плавно. Мұрынды тегізуге тырысамыз барынша 30 секунд. Тимесе қорқыныш ештеңе жоқ, жайлап күннен күнге жайлап тие береді. Демді аламыз, жібергенде созамыз. Керемет, жай қолымыз жинап алып, жай тұрамыз. Төртінші соңғы жаттығу, міне демді алдық, осылай созамыз, алақан тегізіп. Егер алақан тегізгенде ауыратын болса, жүрегіңіз айқастырамыз, қолды созамыз 30 секунд. Бүткіл ішкі ағза бәрін тартамыз. Шамалы жасаймыз. Арқалар құрсуы мүмкін, ол қалыпты жағдай. Тартып тұрғанда дыхание, тыныс алу свободно. Жай жібереміз. Мұнан лайк басыңыз, комментарий жазыңыз.